Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Қасымқызы Дүйсеноваға жолданады. Құрметті әріптестер, жаңа ғана ұлттың болашағына қауіп төндіретін вейп деп аталатын электронды сигарет тоқтатуға тыйым салатын норма Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау мәселелері туралы заң жобасына енгізілді. Бұл баршамыздың ортақ жеңісіміз. Осы заң бойынша жұмыс істеген депутат әріптестеріме алғысымды білдіремін. Бүгінде пайдасынан зияны көп электрондық темекі, синтетикалық наркотик, энергетикалық сусын секілді көптеген зиянды заттар күннен күнге кеңінен таралып қоғамымызды улап жатыр. Солардың бірі кальян. Бұл затты бүгінде арнайы көңіл көтеретін тамақтанатын орындарда қойып, жастар көлікте де пайдалануда. Кальянды қоғамдық орындарда қолдануға заң жүзінде тыйым бар. Алайда бұл норма орындалмай отыр. Өткені 3 жыл бойы кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге мораторий болды. Тексеруді тоқтату деген заңды бұзуға негіз емес. Ал кальянның құрамында не бар екені, не қосып жатқаны мүлдем белгісіз. Оған темекіден бөлек түрлі ароматизаторлар, масайтатын заттар қосылатыны жасырын емес. Оған гашишті алкогольдік ішімдіктерді қосу әбден мүмкін. Оны қадағалап жатқан кім бар? Өздеріңіз білетіндей, халықтың денсаулығын нығайту және салауатты өмір салтын қалыптастыруға жағдай жасау мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Қазіргі кезде әсіресе жастар арасында кальян шегу өте танымал болды. Көптеген тұтынушы азаматтар оның зияны жоқ деп ойлайды. Бірақ олай емес. Кальян денсаулыққа үлкен қауіп төндіретінін естеріңізге салайын. Кальян шегу көбінесе құрамында канцерогенді заттар болғандықтан қатерлі ісікке, бронхит, астма және созылмалы өкпе ауруларына, инсульт және инфаркт сияқты жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін арттырады. Осылайша кальян шегу адам денсаулығына айтарлықтай зиянды, оны тұтынудан аулақ болғанымыз дұрыс. Қадірлі әріптестер, депутат ретінде болашағымызға осындай зиян тигізетін заттардан қоғамды тазартуымыз қажет. Осы айтылғандарды ескере отырып, келесі шараларды қолға алуымызды ұсынамыз. Бірінші, Ішкі істер министрлігі қоғамдық орындарда кальянның қолданылмауына бақылауды күшейтіп, оны тұтыну заңдылығына тексеру жүргізуі қажет. Екінші, денсаулық сақтау министрлігі еліміздегі қолданылып жүрген кальянның құрамына, шығаратын түтініне сараптама жасап, оның адам денсаулығына тигізетін зияны бойынша қорытынды әзірлеуі тиіс. Үшінші, Қазақстан Республикасы үкіметі елімізде кальянды қолдануға мүлдем тыйым салуды және оны бұзғандарға жауапкершілік тағайындауды көздейтін заң жобасын әзірлеуді қарастыруды сұраймыз. Жауабын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде жазбаша беруді сұраймыз. Құрметпен Қазақстан Республикасы парламентінің мәжіліс депутаттары барлығы 9 адам. Рахмет назарларыңызға.